Қайырлы күн, мен сүйікті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шабдалыдан пирог жасаймыз. Қазір шабдалының көп кезі, сол кезді қолданып, біз де пирог жасап алайық деп шештік. Ең бірінші біз ерітілген сары майдың үстіне қант қосамыз. Араластырамыз. Мінекей достар, араластырып алдық. Енді біз үстіне жұмыртқа қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, мен жақсылап араластырып алдым. Енді қопсытқыш қосамыз. Және де шет-шетінен ұн қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ, күшті қамыр шықты. Енді біз екі бөлшекке бөліп аламыз. Бір бөлшек үлкен, бір бөлшек кішкентай. Мінекей достар, осындай екі бөлікке бөліп алдық. Енді біз үлкен бөлігін противенға жайғастырамыз. Мінекей достар, мен қамырды осылай противенға жайғастырып алдым. Енді біз оның үстіне шабдалыларымызды қоямыз. Шабдалыларды осылай турадым. Енді саламыз. Достар, сіздер шабдалының орнына кез келген жеміс қолдансаңыздар болады. Мысалы, алма, өрік, алмұрт, немесе екі жемісті бірге біріктіріп салсаңыздар да болады. Енді достар, қамырымыздың кішкентай бөлігін жаямыз. Енді бірдей бөліктерге кесеміз. Енді кескен қамырымызды пирогтың үстіне қоятын боламыз. Мінекей достар, өстіп әдемілеп қойып шықтық. Енді біз 180-200 градуста пирогымызды 50 минут пісіреміз. Достар, мен сіздерге осындай дәмді пирогты жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепті ұнаса, лайк басып менің арнама тіркеліп, қоңырау шағын басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал мен осы пирогпен шай ішуге кеттім. Сау болыңыздар!